Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге блинчиктердің рецептісімен бөлісетін боламын. Блинчиктарымызды дайындау үшін ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаларымызды саламыз. Үстіне тұз бенен қантымызды салып, барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Содан соң жылы сүтімізді қосамыз. Енді аз-аздап електен өткізілген ұнымызды саламыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Содан соң ертілген сары май қосамыз. Көбісі сұйық май қосады, мен сары май қосамын. Дәмі өзгеше болады. Енді араластырып тұрып, қайнаған суымызды қосамыз. Қою болып кетпеуі қажет. Енді қызып тұрған құрғақ табамызға құйып, екі жағынан да қызартып тұрып қуырып аламыз. Мінекей блинчиктарымыз дайын болды, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған сымбат, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.